Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қараңғы қай кезде қажет. Бүгінгі сабақта сендер қараңғының не екенін және не үшін қажет екенін білетін боласыңдар. Ендеше бейнероликке назар аударыңдар. Тимошка және қараңғылық. Ертеде Тимофей есімді бала өмір сүріпті. Ата-анасы және достары оны Тимошка деп атайтын. Тимошка жақсы бала болатын және ештеңеден қорықпайтын. Ол тек қана қараңғылықтан қорқатын. Жаздың бір кешінде ол балалармен көршілес алаңда ойнап жүрген болатын. Кеш батып, айнала қараңғыланып келе жатқанын аңғармай қалады. Ол қараңғылықты байқап үйіне қарай жүгіреді. Көпір астынан жүгіріп бара жатқанда ол біреудің жылап отырғанын естіп қалады. Тимошка көпір үстінде кішкентай қыздың жылап отырғанын көреді. Ол байғұс түсе алмай отырған шығар деп ойлайды. Сен неге жылап отырсың? Қорқып отырсың ба? Қолыңды бері сөз, түсуге көмектесейін. Мен түсуге қорқып отырған жоқпын. Мен басқа себеппен жылап отырмын. Менімен ешкім дос болғысы келмейді. Менен барлығы қорқады. Неге деп бала таң қалады. Білмеймін, мен достарымның болғанын қалаймын. Мен сенің досың боламын. Есімің кім? Қараңғылық. Түнде болатын қараңғылық па? Деп бала селт ете қалады. Міне, сен де қорқасың. Мен ешқандай жаманшылық жасамаймын. Менің анам қараңғы түн және әкем ақшам патшасы. Үйреткендей тек күннің батуында келемін. Сен шынымен ешқандай жаманшылық істемейсің бе деп Тимошка дір-дір етті. Рас, мен әлі де сенен қорқамын. Не істеймін? Тимошка одан да қорқып тұрса да қараңғылықты аяп кетеді. Қараңғылық Тимошкаға қалай көмектесерін білмей отырды. Оларға қарап тұрған ай, сендер достасыңдар, қараңғылықтың досы болады, ал сен, Тимошка, одан қорықпайтын боласың деді. Кел, достасайық деді бала. Кел деп қараңғылық оған қолын созды. Тимошка жымиып оған қолын берді. Менің үйге қайтатын уақытым болды, анам уайымдап отыр. Мен сені шығарып саламын. Олар көше бойымен жүрді. Сол кезден бері Тимошка қараңғылықтан қорықпайтын болды. Қараңғылық жерге түскенде досына барып тұратын. Сәлем досым дейді қараңғылық. Сәлем қараңғылық деп Тимошка жауап береді. Сен тыныш ұйықта, мен жаман түстерді қуып отырамын. Бала тыныштықта демалып ұйықтайды. Қараңғылық досының жанында тұрып ұйқысын күзетеді. Оқушылар, бейнеролик не туралы? Дұрыс, Тимоша және оның досы қараңғылық туралы. Ал сендер қараңғылықтан қорқасыңдар ма? Қараңғылық дегеніміз не? Ендеше тыңдаңдар. Қараңғы жарық сәулесінің болмауы, еш нәрсенің көрінбеуі. Қараңғылық қараңғы деген сөзге сәйкес, жарықтың жоқтығы түнек. Оқулығымыздың 78-ші және 79-ші беттегі суреттерге назар аударыңдар. Бөлме қандай? Дұрыс, бөлме жарық. Жарық бөлмені қалай қараңғылауға болады? Дұрыс, біз жасанды жарық көзін өшіруіміз керек, және де біз терезені қараңғылауымыз керек. Бірінші суретте көрсетілген заттардың қайсысы бөлмеде бар? Екінші суретте олар неге көрінбейді? Дұрыс, екінші суреттегі бөлмедегі заттардың көрінбеуі ол бізде қараңғылыққа байланысты екен. Адам жайлы ұйықтау үшін бөлмені қараңғылау қажет. Ал бөлмеде жарық болу үшін не істеуіміз керек? Дұрыс, бөлме бізде жарық болу үшін жасанды жарық көздерін қосуымыз керек екен. Ойлан, қараңғылықты өлшеуге бола ма? Оның үлкендігі қандай?
Қараңғылықты өлшеу мүмкін емес, себебі ол өмір сүрмейді. Қараңғылық физикалық құбылыс ретінде жарық көздерін зерттеу үшін қажет. Қай жерлерді қараңғылау қажет? Есіңе түсір, қандай жерлер үнемі қараңғы болады? Үнемі қараңғы болатын жерлер фотозертхана, қойылымды көру уақытындағы театр және кинотеатр залдары. Кейде ауруханада, ғылыми зертханаларда қараңғы болады. Және де жатын бөлмесі. Ендеше жұмыс дәптеріміздегі тапсырмаларды орындайық. 55-ші бет, 53-ші жұмыс парағы. Дұрыс пікірді қоршап сыз. Екінші, қараңғылықты қажет ететін жерді дұрыс таңбасымен белгіле. Таңдаған суретіңді боя. 56-шы бет, 54-ші жұмыс парағы. Шамды жақ. Ол үшін әр ажыратқыштан жарық көзіне дейін лабиринт бойымен жүріп өт. Бүгінгі сабағымызға кері байланысты ауа райы күлегештері арқылы жүргізейік. Хабарлама арқылы түсінген болсаңдар, суреттегі күлегештерді жолдандар.